Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым. Бүгін біз 7-ші сынып бойынша 100-ші беттегі at page 100 our theme healthy habits тақырыбы бойынша тапсырмаларды орындайтын боламыз. Алдымен сабағымызды бастамас бұрын видеома тіркеліп алыңыздар, арнама тіркеліп алыңыздар. Сабақты бастайық. Exercise 1. Бірінші жаттығуда working pairs. Look at the list and choose the options which you think are healthier. Give reason for your answers. Бұл жерде жұптық жұмыс, яғни working pairs. Мына жердегі тізімге қарап отырып, өздеріңізге пайдалы деп санайтын, денсаулығыңызға пайдалы деп саналатын сөздерді таңдаңыздар дейді. Мысалы, екі вариантын берген ғой. Drinking tea or fizzy drinks. Қайсы денсаулыққа пайдалы? Соны мына жерде галочка қоюымыз керек, яғни мен былай көрсетіп жатырмын сіздерге. The first, drinking tea. The second, fruit. Мына жерде шай ішу, біріншісі. Fizzy drinks дегеніміз ол уже газированный сусын болып кетеді. Екіншісі fruit, жеміс жидек. The third, үшінші, getting up early or late. Ерте тұру және кеш тұру дейді. Біздерге ерте тұрған денсаулығымызға пайдалы, Үшіншісінде. Төртінші, traveling by bike or by car. Қайсысымен жүрген оңғайлы? Машинамен пайдалы ма, әлде велосипедпен ба? Велосипедпен. Traveling by bike. Велосипедпен, яғни. Бесінші, playing computer games or football. Қайсысы бізге пайдалы? Football. 6. Living in a city. Қалада тұрған пайдалы, or in a village. Ауылда тұрған пайдалы. Әрине, денсаулыққа in a village, ауылда тұрған пайдалы деп жаздым. Exercise 2. Check the meaning of these nouns in a dictionary. Complete the dialogue with 5 or the nouns, then listen and check your answers. Тыңдап отырып, диалогты тыңдап отырып, зат есімдерді, мына қорапшаның ішіндегі зат есімдерді мағынасына қарай қойыңыздар деген, Так, мына жерде біздер тыңдап, оқып отырып қойып шығайық. Яғни бұл жерде біріншісінде habits болады, екінші lifestyle, үшінші humor, төртінші education, бесінші idea болады. Hi Katya, you aren't busy today, are you? I'm skateboarding in the park. Do you want to come? Sorry, I can't. I'm doing my homework. We have to write a project about healthy habits, don't we? Yes, for the biology class. I'm going to do mine tomorrow. I found an interesting article about the oldest woman in the world. She was 130 when she died in 2009. That's amazing, isn't it? I'm going to write about your lifestyle. Так, осы жерге дейінгіні аударып берейік. Сәлем, Катя, сіз бүгін бос емессіз, солай ма? Мен сабақта скейтборд теуіп жүрмін. Келгің келе ме дейді. Кешіріңіз, мен үй тапсырмасын орындай алмаймын. Біз денсаулық туралы жоба жазуымыз керек емес пе дейді. Бұл биология сабағы үшін дейді. Мен ертең өз жұмысымды жасаймын. Әлемдегі ең қарт әйел туралы қызықты мақала таптым дейді. Ол 2009 жылы қайтыс болғанда 130 жаста болған екен. Ол таңғаларлық, солай емес пе? Мен ол туралы манағыдай оның өмір баяны туралы жазамын дейді. Арғарай, oh, I know, her name was Sara Dosova and she was born in Karaganda, wasn't she? Yes, but she didn't live there. She lived in a village called Owl. But how do you know? My grandparents live in Owl. They told me about her. Really? So, they knew her, didn't they? What else did they tell you? Well, Sarah loved dancing and singing. She was also cheerful and had a good sense of humor. What about your diet? She didn't eat sweet, did she? She just drank a lot of tea and ate curd. Так, бұл жерде бұл адамның аты, мен білемін дейді, Бұл адамның аты Сара Досова еді дейді, Ол Қарағандыда тұрған дейді. Солай емес пе дейді. Бірақ ол онда тұрмады дейді. Ауыл деген манағыдай ауылда тұрды дейді, ол. Бірақ сен қайдан білесің дейді.
Менің атам мен әжем ауылда тұрады. Олар маған солар туралы айтты, ол туралы айтты дейді. Шынымен бе? Яғни олар оны білген, солай емес пе? Олар сізге не айтты дейді, тағы не айтты дейді. Сара би билегенді, ән айтқанды жақсы көретін дейді. Ол көңілді және жақсы манағыдай көңіл күйде жүретін болған дейді. Так, оның about your diet, оның диетасы туралы ше дейді, иә, ол тәтті жеген жоқ, солай ма? Ол жай ғана көп шай ішеді және құрт жеген дейді. Ары қарай, that's right, she didn't like chocolate. Do you know anything about your education? She went to school, didn't she? I don't know, but I'll ask my grandparents if you want. I have an idea. You can help me with my project and I'll help you with yours. Okay, I'll call my grandmother. No, why don't you come to my house? I'll be there in 10 minutes. Have you got any food? I'm a bit hungry. I'll make some sandwiches. See you soon. Ja, бұл жерде енді дұрыс дейді. Ол шоколадтарды ұнатпады дейді, иә. Ол туралы бірдеңе білесіз бе дейді. Ол мектепке барды, солай емес пе? Мен білмеймін, бірақ қаласаңыз ата әжемнен сұрайын дейді. Менің жобам бойынша, менің идеям бойынша дейді, сіз маған көмектесе аласыз дейді. Мен сізге жобаңызға көмектесемін. Жақсы, мен қазір әжемді шақырамын. Неге менің үйіме келмейсің дейді. Мен 10 минуттан кейін барайын. Сізде тамақ бар ма дейді. Мен аздап қарным аш дейді. Мен сэндвич жасаймын дейді. Жақсы, көріскенше дейді. Келесі, бұл жерде енді мына жерде қою керек сөздерді қойдық. Енді exercise 3, 3-ші жаттығу бойынша read the dialogue again. Are the sentence true or false? Осы мәтін бойынша true false қоюымыз керек, яғни сөйлемнің мағынасына қарай қайсысы дұрыс емес. Katya promised Damir to go to the park with him. Бұл жерде бірінші сөйлем false. Katya second, екінші сөйлемде Damir offered to help Katya with her project. True, дұрыс. Third, Katya promised to call her grandmother. Үшінші сөйлем true, дұрыс. Төртінші, Damir offered to buy some food for Katya. Так, төртінші сөйлем дұрыс емес, false. Бесінші, Katya offered to make some salad for Damir. Катя Дамирге салат жасауды ұсынды дейді. False, дұрыс емес, иә. Exercise 4. Төртінші жаттығуда a tag question is a question we can add to the end of a statement. Look at the words in blue in the dialogue. Then choose the correct words in the rules. Диалогтағы көкпен жазылған сөздерді қарап отырып, tag question қалай жасалады мағынасында, иә. Біріншісін қараңыз. The tense in the tag question is the same as different from the tense in the statements. Так, бұл жерде таг сұрақтарына шақ сөйлемдегі шақпен бірдей және басқаша дейді. Шақпен бірдей болады екен. Second, we use a positive negative tag after a negative statement and a positive negative tag after positive statement. Бұл жерде төртінші сөйлемде мына жердегі вариантта the same as болады, екінші вариантта positive, мына жерде негатив болады екен. Бұл tag question дегеніміз қалай? Мысалы, that's amazing, isn't it? Дегенде, бұл өте тамаша, солай ма? Деген сұрақтың соңында біз сұрап тұрық қой. Сол біздерде tag question деп аталады. Мысалы, she didn't eat sweets, didn't she? Ол тәтті жемейді. Солай ма? Дегенде бұл tag question сөйлемі болып есептеледі. Next, exercise 5. Match 1 to 6 with AF. 1-ден 6-ға дейінгі сөйлемнің мына жердегі соңындағы жалғасын жасауымыз керек. Яғни мына жерде былай көрсеттім. Ulan and Daren play football every day. One see every day, don't they? Ulan және Daren күнде футбол ойнайды.
солай ма деген. Ғазиза doesn't go to school by bus. Ғазиза мектепке автобуспен бармайды, солай ма? 3. Мұхтар didn't live in Жаңаөзен. Did he? Мұхтар Жаңаөзенде тұрмаған, солай ма? 4. Fruit and vegetables are very healthy. Aren't they? Жемістер мен көкөністер өте пайдалы, солай емес пе? The weather was really bad yesterday. Wasn't it? Кешегі ауа райы өте нашар болды, солай ма? You won't tell anyone about this, will you? Бұл туралы ешкімге айтпайсың, жарай ма? Деген сияқты мағынада соңына қосылады. Exercise 6. 6-шы жаттығуда working pairs. Choose 3 famous people from Kazakhstan. Talk about their habits, which person has a healthier lifestyle. 6-шы жаттығуда жұптық жұмыс. Қазақстандағы атақты адамдарды таңдаңыздар дейді. Олардың әдеттері туралы айтуларыңыз керек. Және қай адам салауатты өмір салтын ұстанады, сол туралы айтуларыңыз керек. Мысалы, Илья Ильин does a lot of sport, doesn't she? Илья Ильин спортпен көп айналысады, солай ма? Yes, he does. Солай. That's very healthy, isn't it? Деген сияқты. Бұл жерде мен былай көрсеттім, манағыдай атақты адамдар емес, жай адамдардың атын қостым. Өздеріңіз атақты адамдардың атын қосып, жасап алуларыңызға болады. Данияр run every morning, isn't he? Samad drinks a lot of water and eat milk products, doesn't he? Айдар doesn't eat fast food, does she? Write a diet in 2000, didn't he? Талғат trains in his yard every day, doesn't he? Осылай басқаша етіп те жасауға болады сіздерге. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Арнаға жазылып, видеоға лайк басып, қоңырауша белгісін басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.